Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kechki asqa bo'ldirgan manta dayondaydigan bo'lamiz. Алдымен bir kese жылы суымызға қант және дрож салып, араластырып, бетін жауып, 5 минутқа қойып қоямыз, дрожымыз көтерілгенше. Кейін жылы суымызға тұз салып, жаңағы көтерілген ашытқымызды салып, жақсылап қамыр илетін боламыз. Қамырымыз орташа болған кезде оған май құйып, майы сіңгенше тағы біраз 1-2 минут қамыр жақсылап илейміз. Кейін бетін жауып 1-2 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Салмасы үшін бізге 4-5 картоп және 3 үлкен пияз, жусай қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, бірақ дәмі өте жақсы болып шығады. Және де фарш, кейін қойдың құйрық майын ұсақтап турап саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және кішкене сұйық май құйып, салмасын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Көтерілген қамырды кішкене бөліктерге бөліп, тағы біраз тындырып қоямыз. Кейін оқтаумен шеттерін жұқа етіп жаямыз, ортасы кішкене қалыңдау болғаны дұрыс. Барлығын осылай жайып шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей салмасын салып, шетін айналдыра отырып түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін жақынырақ анық түсірдім. Дәл осылай барлық манталарымызды түйіп дайындап қоямыз. Барлығын түйіп болғаннан кейін 20 минуттай бетін матамен жауып қоямыз. Кішкене көтерілуі керек. Кейін мантаваркалардың табағын жақсылап майлап, манталарымызды тізіп шығамыз. Қайнап тұрған ыстық суда 40 минуттай немесе 45 минутта пісіп шығады. Манталарымыз дайын болды. Өте тойымды әрі дәмді. Барлықтарыңызға жасауға кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын.